Сабағымызды жалғастырайық. Жалпы мына сабақта депозит сатып алудың артықшылығын айтқым келеді. Бұл енді уақытын үнемдегісі келетін жандар үшін әрине депозит сатып алған дұрыс. Себебі сол жетпей жатқан опы деп жатамыз, вознаграждение дейміз, соны толықтыру керек болады. Яғни білесіздер, опы 16 болу үшін 3 жыл бойы жинау керек. Оны енді опыны осы сабақтарда бірінші көрген боларсыздар деп ойлаймын жалпы. Ал енді сол 3 жыл жинамай-ақ біреудің дайын еңбегін сатып алуға болады. Бірақ білесіздер, енді біреудің еңбегін сатып алғаннан кейін ол былайша айтқанда бағаланады. Ол адамға да мотивация болу керек. Сол себептен сіз сатушыға қосымша ақшасын бересіз. Жалпы депозит сатып алудың депозит сатып алу дейін енді опы дейінші көбінесе, өйткені сол вознаграждение ғой адам керегі. Сол опы сатып алудың негізгі артықшылығы ол уақыт үнемдейсіз бірінші кезекте, яғни 3 жыл күтпей-ақ, қаншама адамдар бар ғой, мысалы қолында 50% ақшасы болуы мүмкін, 3 жыл күтпей-ақ осы депозит сатып алады, например. Уақыт үнемдейсіз, екінші жағынан переплата жағынан үнемдейсіз, себебі енді сатушыға да ақша бересіз, бірақ 3 жылдық срокпен опысы 16 нормальный счет алатын болсаңыз, вознаграждение счеты бар депозит алсаңыз, онда сіз переплата жағынан ұтасыз. Одан кейін үшінші жағында енді білесіздер, опы 16-ға толмаса банктың артық процентін төлейсіздер. Бірінші банкты байытасыздар деп айтып жүретін едім. Ал депозит бірден опы 16 ма, бірден өз қарыздарыңызды жаба бересіз. Осындай негізгі депозит сатып алудың артықшылықтары бар. Бірақ бұрын мынандай болған, қателеспесем, сол 2017-18 жылдар, депозит сатып алуға болатын 18-де. Депозит ең алғаш шыққан сол кезде. Депозит сатып аласыз, табыс көзін растамай-ақ үй ала беруге болатын. Кейін бұны тоқтатып тастады, себебі көп адамдар біліп алды бұл махинацияны. Былайша айтқанда, махинация емес әрине, бұл әрекетті біліп алды да, көбі жылстройға ақша жинағысы келмейді, басқа банктерге салады да, кейін уже продавецке ақшасын беріп, және де табыс көзін растамай көп адамдар үйін алып жатты. Сөйтті де банк өзгеріс енгізді, қателеспесем 2019-да. Табыс көзін растайды. Яғни жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар, сіз біреудің дайын тұрған депозитін сатып алсаңыз да табыс көзін растайсыз. Міндетті түрде доход табыс көзін растайсыз. Енді депозит сатып алатын болсаңыз, жеке кабинет арқылы ғана. Мен байқаймын, осы инстаграмға пост жазған кезде, болмаса басқа да кейде әлеуметтік желілерде байқаймын, депозитін сатам деп хабарландырулар жүреді. Оны біреу комментарийді оқиды да, сіз қаншаға сатасыз, маған сатыңызшы деп жүреді мысалға. Ол дұрыс емес. Себебі депозит сатып алу процесінде барлығы онлайн. Мен тіпті біреудің депозитін сатып алғым келсем де, мен оны білмеймін де, танымаймын да, көрмеймін де. Себебі ол онлайн жүретін процесс. Мен неге айтып отырмын, мына Instagram, OLX көп алданып қалған адамдар да болды. Мысалға хабарландыру береді, менде депозитін сатам, күшті депозит деп жаза салады, оны сырттан көріп отырған адам білмейді ғой. Маған да сатыңызшы, мен сіздің депозитіңізді алғым келеді дейді. Ол айтады, менің счетымда 2 миллион жатыр дейді. Алғым келсе, пожалуйста, бір предоплата бер дейді, например, неше түрлі алаяқтар бар. Немесе 2 миллионның жартысын бер, мен қазір ауылда тұратын едім, мен сенімді болуым керек, банктың отделениесіне бару үшін жолдың ақшасын бер деп, қаншама солай әрекеттерді көрдім, неше түрлі хаттар келіп жатқан айтады. Сондықтан да негізгі инсайт барлығы жеке кабинетте болады. Жеке кабинет дегеніміз міне мынау. Мен де өзімнің жеке кабинетіме кіріп отырмын. Сол жеке кабинетте мысалға әртүрлі жағдай болады. Мысалға екі жағдайды қарастырайық. Біреуі депозит сатып алғысы келеді, ал екінші жағдай депозит сатқысы келеді. Енді көп адам сұрап жатады, депозит сатсам қанша пайда көрем деген сияқты. Оның барлығы вознаграждение сомасына байланысты. Оған көп басты ауыртатын дүниемен бүйтіп формуламен бастарыңыз ауыртқым келмейді. Себебі бұның барлығы автоматтандырылған процесс. Мысалға мен депозитімде қанша счет вознаграждение нету үшін міне 28-32 мыңға жоқ вознаграждение бар делік, 32 мыңнан астам. Енді қараңыздар, сол вознаграждение сомасына қарайды. Минимум 8 мың вознаграждение болу керек сату үшін. Сөйтемде мен не істеймін, жеке кабинетке кірген кезде, на жерде вот міне доступные операции деген нәрсе бар.
выставить депозит на уступку деп шығады. Оны бассам мінекей шығады. Мен жаңа мысал ретінде көргем, вы не можете выставить вклад на продажу по причине операции. Себебі бұл жаңа сабақтың алдында мен продажаға қосып көрген болатым, сосын отмена бере салдым. Яғни айтайын дегенім, егер де сіз депозитіңізді сатуға продажаға қойдыңыз, одан кейін отмена беретін болсаңыз, бір ай сата алмай қаласыз. То есть, міне көрдіңіз, вы не можете выставить вклад анау деп тұр. Бірақ айтайын дегенім, егер де сіз отмена бермей, кәдімгідей осылай өзіңіздің депозитіңізді сатқыңыз келсе, окей, ол жерде автоматически сумма барлығы шығады. Қорқатын ештеңкесі жоқ. Мен жаңа просто сабақтың алдында депозитімді сатып көрейінші деп кнопканы басып көрген болатын. Ол кезде сататын болсаңыз, түкте де қиындық жоқ. Өзі автоматты түрде қанша теңгеге сатылады, қанша теңге пайда көресіз, соның барлығы тұрады. Енді бұдан особо керемет пайда көрмейсіз, вознаграждение сомасына байланысты. Ол 3 еселенеді, 4 еселенеді, 2 еселенеді дегендей. Міне жаңа мен депозит сатуға қойғанда код келген болатын, көрсетемін. Міне осылай код келеді. Кодпен окей. Вдруг сатқыңыз келмей қалса, жаңағы мен сияқты отмена басу үшін де отменаны басасыз, бірақ оны да кодпен растап отырасыз. Яғни ол процестің барлығы онлайн болады. Сатуда да там OLX-қа, Instagram или тағы қандай сайттар бар, оған толқы жоқ. Ал егер де сіз өзіңіз депозит сатып алғыңыз келетін болса, мінекей жеке кабинетті көріп тұрсыз, поиск депозитов деген пункт бар. Поиск депозитов дегенді басасыз. Бұл жерден де үйдің бағасы нені қойғаннан гөрі вознаграждениені бірден маған солай ыңғайлы. Себебі опы туралы сабақта білесіз, табыс жаңағы опы 16 болу үшін 10 миллионның үйіне 160 мың вознаграждение жиналу керек. Например, мен 20 миллионның үйін алу үшін 320 мың вознаграждение керек. Қысқасы. Сонда қараңыздар, жаңа айттым, 10 миллионның үйін алу үшін маған кемінде 160 мың вознаграждение керек. Минимальныйды қояйын, 150 мен 160 мың вознаграждениесінде болу керек. Искать депозит. Мен депозитті басам. Енді мына сабақ барысында дәл осы депозит болмауы мүмкін, себебі бұл базар сияқты ғой, біресе сатылады, біресе шығады, біресе шықпайды дегендей. Мүмкін сізге басқа нәрсе шығуы мүмкін, то есть басқа депозиттер. Енді қараңыздар, мына бұл жерде әртүрлі депозиттерді қосып сатады. Енді қарайық. Мына жерде вознаграждение 153 мың теңге. Енді мен бірден қазір 10 миллионның үйін алам дедік. Менде мысалы осы уақытқа дейін ешқандай депозит жоқ. Ол депозитті мен біреудің еңбегін сатып алғым келеді деп жаңа сабақтың басында айттым. Сол еңбекті сатып алу үшін мен өзім бір әйтеуір депозит ашып қоямын. Сосын мына ақшамды мен депозитке салмаймын. Міне көріпсіз, мен бұл депозит сатып алу үшін 4 миллион 414 мың ақшам керек. Өйткені банктың ұсақ түйек комиссиясы бар. Одан кейін екі сатушы мына жерде. Екі сатушы тұр, мынау біреуі бір сатушы, мынау екінші сатушы. Екі сатушыға беретін ақшам 460 мың теңге. Мен оны бүйтіп қолға бере салмаймын. Бұның барлығы автомат түрде тарс-тарс карточкаға аналар жаққа түсе салады. Оның счеты сізге аударыла салады. Ол тез болатын процесс былайша айтқанда. Енді қараңыздар. Мен егер де мына счетты сатып алу үшін менің счетымда как минимум 4 миллион 414 мың 928 теңге ақша болу керек деген сөз. Яғни бұл ақша менің қолымда емес, менің Каспий Голд карточкамда емес, именно Жилстройсбербанктың текущий счетында. Депозитный счет емес, шатаспаңыздар. Текущий ағымдағы счет дейді қазақша. Сол ағымдағы текущий счетта болу керек. Текущий счет дегеніміз қайсы? KZ деп 20 басталатын 20 таңбалсан. Оны сіздер сол отбасы банкке барып аштырасыздар мысалға, Сол банкте ашқаннан кейін ол уже автоматты түрде, мысалы менде текущий счетым бар, себебі мен ипотека төлеп жүрген адам, олардың бәрінде текущий счет болады. Мысалға, егер де мен мынаны сатып алғым келсе, мен купить деген кнопканы басам. Кейін мысалға енді қараңыздар, міне көрдіңіз, менде дәл қазір 4 миллион бұндай ақшам жоқ. Себебі мен салған жоқпын текущий счетыма. Міне, вы можете пополнить ваш текущий счет в отделении банка дейді мысалға.
немесе альтернативный код, именно текущий счеттың альтернативный кодын білсеңіз, Каспи арқылы да аударманы жасауға болады. Но менің беретін советім, лучше банкке, отбасы банктың өзіне барғаныңыз дұрыс болады. Себебі текущий счет, мысалы, ұзын таңбалы сан, жаңа айттым ғой, KZ бір нәрсе деп басталатын, деген. Оны банктың бухгалтериясында, кассасында өзі автомат түрде аты жөнімен, именімен шығып отырады. То есть сол процесс маған жеңіл. Енді егер де менің счетымда ақша болса, сол текущий счетқа мен жаңа 4 миллион 400 бір бәлеміңді аудардым. Неге мына жерде 4 миллион 300 шықты десеңіздер, себебі менің текущий счетымда не бар? 91 бәлемің ақша бар, соны минусовать етіп тұр, былайша айтқанда. Енді қараңыздар, сол ертең күні сіздің текущий счетыңызда, допустим, мына депозитті алғыңыз келді, 4 миллион 414 мың ақшаңыздың барлығын салдыңыз, и депозитті сіз жаңағы сатып алдыңыз делік. Окей, там SMS кодпен келеді, күтесіз. Соны күткеннен кейін не істейсіз? Ар жақтағы сатушылар да, оларға да сообщение келеді, олар да кодты подтверждать ету керек. Сөйтеді де, кодты подтверждать еткеннен кейін барып, сіз растайсыз, мен бұны сатып алам. Окейді басқаннан кейін барып, сіздің счетыңыздан жаңағы 4 миллион 400 бір бәлем мың теңге алынады. Ана кісілердің счетына ақша түседі, былайша айтқанда, и болды, процесс бітеді. Ешкіммен кездеспейсіз, ешкімге бетіп қолма-қол ақша бермейсіз, немесе ешкімге там Каспи Голд'ына ақша аудармайсыз, былайша айтқанда. Барлығы онлайн болатын процесс. Сондықтан мына жердегі вознаграждение сомасына қараңыз. Опы жайлы сабақты міндетті түрде қараңыздар. Одан кейін тағы да бір ескертетін жайт, қайталап айтам, опыны сатып алсаңыз да, вознаграждение опыңыз 16-ға толып тұрса да, бұл жерде табыс көзін мысалға міндетті түрде растайсыздар. Енді де мына мемлекеттік бағдарламалар болады. Депозитті сатып алатын болсаңыз, мемлекеттік бағдарламалардың конкурстарына қатыстырмайды. Өйткені ол жерде әділетсіз болып кетеді. Мысалға, бір Мырқымбай бар, бұрыннан бері 5 жыл шынымен ақша салып жинап жүр. Ал енді біреу келеді де, мысалға, біреудің осылай депозитін, 6 жылдық депозитін сатып ала салатын. Көрдіңіз бе? Әртүрлі депозиттер шығады. Бұл базар сияқты кәдімгідей. 6 жылдық депозитін сатып алып конкурсқа қатысатын болса, мысалға, ол әділетсіздік болып кетеді. Сондықтан ол мемлекеттік бағдарламамен берілетін конкурстарға қатыспайды. Одан кейін депозитті сатып алатын болсаңыз, ол депозитті қайтадан сіз сата алмайсыз. Түсінесіз, тек қана жаңағы через банк арқылы жабасыз, егер вдруг депозиттегі ақшаңыз керек болып қалатын болса. Түсінікті ғой, сондықтан депозит сатып алуға қатысты осы нәрсе. Сату ол оп-оңай. Сатуда да сол сіздің ақшаңызға, текущий счетыңызға ақша түседі, кейін жаңағы SMS-пен расталып, шынымен сіздің депозитіңізді сатып алатын адам болса. Одан кейін сол депозит сатқан кезде көбі премияны сақтап қалғысы келеді. 3 жылдық счетты енді шыны керек көп ала қоймайды. Бұл жерде елдің барлығы қызығатыны мынау, бұрыннан бері жинап жүрген счеттар бар ғой, 6 жыл 1 ай дейді, 3 жыл дейді мысалға, 4 жыл 3 жыл кемінде. Ал енді кейбір адамдар болады, 1 ай мысалы 2 ай ғана депозит ашты, 2 айда опыр-топыр 3 миллион 4 миллион салып тастайды да, мен депозитімді сата аламын ба дейді. Ол вознаграждение мысалы 8 мыңнан төмен вознаграждение болса, онда әрине сата алмайды. Ал енді 8 мыңнан жоғары болса сата алады, бірақ оған көбі қызықпайды ғой. Бұл жерде елдің барлығына қызық керек нәрсе опы. Ал опының расчеты вознаграждениемен алынады. Мысалға, мына жерде 189 мыңды көріп тұрмыз. 189 мыңды қысқаша калькулятормен 16-ға бөлсеңіз, 11-8 деген сан шығады. Яғни, бұл жерде дәл осы депозит сатып алған адам 11 миллион 800 мыңның үйін ала алады. 50-50-мен деген сөз. Бірақ кейін депозитіндегі ақшаны толықтырады, 50-50-ге деген сияқты. Себебі үй алу процесі 50-50-мен жүреді. Көрдіңіздер, толықтыру керек болады. Мысалға, қазір біз үлкен суммадағы үйді алғымыз келеді. Шамамен 20 миллионның үйін алғым келеді мен. Опым 16 болу үшін. Мен 350 деп қойайын. Мен неге 20 миллион деп бірден 320-ны салдым, жаздым деп ойлайсыздар? 320 мыңды автомат түрде 16-ға бөлсек, 20 деген сан шығады. 20 да бір нәрсе. Значит, ары қарай миымызға 3 нөлді тіркей саламыз. 20 миллион. Значит, 20 миллионның үйін
бірден опым 16-ға толып 5%-бен үй алам деген сөз. Мәселе осыда. Сол себептен міне вознаграждениеге қарайсыз, искать депозиты. Депозит көрейік, міне қараңыздар. Мысалға 330 мыңдық вознаграждение бар. Значит, бұл үйді, то есть 330 мың вознаграждение бар делік, 330 мыңды мен қазір 16-ға бөлейін. 20-да 625. Значит, 20 миллион 625 мыңның үйін алалам деген сөз. Бірақ, счеттағы ақшаның барлығын есептесек, 3-те 5, 330 мыңды қосатын болсақ, 4 миллионға да ақша жетпейді. На депозитті біз сатып алуымызға болады. Кейін 50-50 мен үй алу үшін де 20 миллион. 6 миллионды тағы да қосасыз, добавлять етесіз. Сондықтан бұл жерде ақшадан гөрі вознаграждение сомасы роль ойнайды. Енді қараңыздар, мына жерде байқасаңыздар, надбавка продавца деген әркімді әртүрлі шығады. Біреуде бағана 460 мың шықты, бірде 1 миллион 321 мың шықты, мысалға. Мына жерде 1 миллион 312 мың шығады. Бұның барлығын санау керек. Кейбір адамдар бар, аз-аз вознаграждениеден сатып алады да, бәрін біріктіреді. Олай да болады. Оған бірақ санап отыру керек, қарап отыру керек. Кейбіреулер, мысалы, мен сияқтылар, мен бір үйімді білесіздер, наличкаға алғам, екінші үйімді 50-50 мен опымды 16-ға жеткізіп алғам, үшінші үйімді алатын кезде депозит сатып ала салғам. Өйткені жаңағы бір депозитіме 3 жыл толған жоқ, опысы жетпей жатты. Сөйтіп опы сатып ала салдым. Бірақ ол кезде не болды? Табыс көзін растамай алатын болған, кейін айттым өзгертіп тастады деп. Сөйтіп мен екі үйді де табыс көзін растамай алған болатынмын. Мысалға, сол мен сияқты адамдар болады, уақыт санағысы келмейді, емес, уақыты жоқ адамдарды. Маған мысалы жаңағы уақытын жоғалтпай, мынаны бірден осында үлкен вознаграждениені ала салған жақсы. Ал енді кейбір адамдар бар, мысалға сізге 320 мың вознаграждение керек, оны алады, бітіп аз-аздан іздеп отыратын адамдар бар. 15 мың мен 45 мың дейсіз, примерно. 15 мың мен 45 мың арасындағы вознаграждение дейді. Міне, 31 мың вознаграждение. Ол кезде уже продавецке, видите, 63 мың теңге ғана бересіз. Енді қараңыз. Сіз бағына шықты, есіңізде қалса, надбавка продавца 1 миллион 300 мың ақша болып кетті. Продавецке беретін ақшаңыз 1 миллион 300-ге шықты. А сізге керегі 320 мың вознаграждение делік. Енді қараңыз. 31.806 вознаграждение үшін сатушыға сіз 63.613 теңге беріп отырсыз. Ал енді қараңыз, дәл осылай аз-аз вознаграждениеден сіз 10 счет сатып алатын болсаңыз, онда среднем продавецке беретін ақшаңыз 636 мың теңге. Көрдіңіз бе? Яғни сіз ақша үнемдейсіз бұл жерде аз-аз вознаграждение алатын болсаңыз. Бірақ айтып отырмын ғой, оны қарау керек үнемі. 10 счет сатып алу керек. 10 счеттің артында қараңыз. Мына жердің өзінде, мына счеттің өзінде предложение номер 1-де 2 адам отыр. Значит, бір нені алу үшін 2 адам ар жақтан сообщение подписывать ету керек. Ол біреуі подпис қойып, біреуі ойлан қалатын болса, онда мынау қалай айтсам болады? Вознаграждение алынбай қалады. Көрдіңіз ба? Ал енді сіз 10 түрлі депозит сатып аласыз ба? Артында уже 20 адам тұрады деген сөз. Сондықтан, енді әрине асықпай бітіп алсаңыз болады. Онда ұтасыз. Ал енді жаңағы мен айттым ғой, мен үнемі бір нәрсеге асығып жүрем, қойшы, оған басымды қатырғым келмейді, болды, оны төлей салайын, бүйте салайын деп. Олай болса, пожалуйста, бірден крупный сумманы алып, копитті басып ала бересіз. Қайталап айтам, ол ақшаның барлығы текущий счетқа саласыз. Мына жаңағы миллион бір нәрсе деп көрсетіп тұрады ғой, ағымдағы счет, через банк арқылы саласыз. Қысқаша осы. Қысқаша да емес, кәдімгі кең көлемді ақпарат бердім. Қайталап айтайын, интернетте алаяқтар өте көп. Тек қана осы сайтпен ғана. А то жаңа жаздым, мен мысалы Instagram пост салам, видео салам, соны жазады, мен счетымды сатам дейді. Оған тағы біреу жазады, о, счетыңыз қанша дейді, жекеге личкаға шық дейді. Сөйтіп олар неше түрлі алаяқтар бар ғой. Сондықтан мына жерде ешкіммен көрмейсіз. Мына даже депозитін сатып отырған мысалға дейінші, мына Мырқымбай, допустим, Қызылордада тұруы мүмкін. Ал мына Бәтима мүлдем Атырауда тұруы мүмкін. Көрдіңіз ба? Ал сіз отырсыз, Алматыда отырсыз, Астанада отырсыз деген сияқты, міне үшінші сіз сатып алатын адам. Бетпе-бет кездеспейсіз. Барлығы онлайн, барлығы SMS арқылы. Тек қана купить, окей, вперед деген нәрсені басып отырасыздар. Қысқасы, осы есептеріңіз түгел болсын.
Және де енді депозит сатып алу арқылы, жаңа айттым, переплатаны да үнемдеуге болады, уақытты да үнемдейсіз, 3 жыл жинап отырмайсыз, иә. Одан кейін бірден өз қарызыңызды жабасыз. Әрине бұл тиімді. Сондықтан депозит сатып аларда да өзіңіз есептеп ойланып көрсеңіз болады. Рахмет.